Қазіргі таңда кейбір адамдар намазға жығылған жастарды көрсе, сен әлі жассың, әлі намаз оқып, басқа да құлшылықтарды жасауға үлгересің. Ең бастысы мұсылманбыз. Ал иман ол жүректе. Жүрегің таза болса болды, қалған құлшылықтарды кейінде жасай бересің деп, жастарды райынан қайтарғысы келетіндерді көз көріп жүр. Әрине, иман ол жүректе болатынына сөз жоқ. Бірақ иман бар жерде амал міндетті түрде қатар жүруі керек. Екеуі екі нәрсе болғанымен, олар бір-бірімен өте тығыз байланысты. Мәселен, жаратқан Жаббар момын мұсылмандарды қасиетті Құранда ескергенде, «Уа иманға келгендер, әрі игі амал жасағандар» деп көптеген жерде сипаттайды. Бұл жерде иман келтірумен қатар ізгі амал, яғни Аллахтың тыйғанынан тыйылып, бұйырғанын орындау амалдары нақты меңзеліп тұр. Мұндағы бұйрыққа намаз, ораза секілді парыз болған амалдар кіретіні анық. Тағы бір мысал, егер бір кісі өзін дәрігермін деп атап, бірақ ол арнайы медицина оқуына түспесе, ғылыми теориялық дәрістер алмаса, іс жүзінде тәжірибе жасамаса, оны барлық адам ақымақ дейтіні белгілі. Өйткені ол өзін дәрігермін дей отырып, оған жетудің жолын өз амал әрекетімен көрсетпеді. Ендеше бастысы иманның жүректе, бірақ құлшылық жасамаймын деген мұсылманның мысалы дәл осы дәрігерге ұқсайды. Сөзімізді қуаттау үшін тағы бір мысал. Аллах Тағала туралы адам жақсы біле ме, әлде ібліс жақсы біледі ме? Әрине, адамнан бұрын жаратылған ібліс Аллахты бізден әлде қайда жақсы таниды. Себебі ол жаратқан Жаббардың құзырында періштелермен бірге болған. Адам атаны жаратып, оған сәжде ету бұйырылғанда да, оттан жаралған ібліс періштелердің қатарында болғаны анық. Бір сөзбен айтқанда, ібліс бізден гөрі Аллахқа қатты иман келтіреді, және ол жаратқанның бар екендігіне шаңның тозаңдай болса да күмән келтірмейді. Ал біз мұсылмандар жаратқан Жаббарды көрмесек те, оған шүбәсіз иман келтіреміз. Демек біздің және іблістің арамыздағы иман мәселесінде таудай айырмашылық бар. Бірақ іблістің сол иманы өзіне пайда берді ме? Ібліс Аллахқа иман ете отырып, жаратқанның адам атаға сәжде ет деген бұйрығына тікелей қарсы келді. Яғни ол амал етуден бас тартты. Демек ол қанша иман келтіргенімен, оның иманы өзіне ешқандай пайдасын тигізе алмады. Сондықтан иман келтіре отырып, бірақ онымен амал етпесең, ертең жаратқанның алдына барғанда өзіңді ешқандай жолмен ақтап ала алмайтының анық. Сол үшін мұндайдың парқын жақсы білген даңқты Абай атамыз әрбір ақылды адамға иман парыз, ал әрбір имандыға ғибадат парыз деп біздің қазіргі жағдайымызға нақты жауап бергенде еді. Ендеше иман ету ол оны жүректе бекіту болса, ал оның жемісі адамның құлшылығы мен жасаған игі амалы болмақ. Жүректегі иман сәулесінің сөнбеуі үшін ғибадат құлшылықтың маңызы зор. Құлшылығы жоқ адамның иманы бірте-бірте әлсіреп, бір күндері мүлде өшуіне әкеліп соғуы әбден мүмкін. Бұған қатысты Бұхар жырау бабамыз «Дін мұсылман болмаса, тіл мұсылман не пайда?» деген қанатты сөзін ескермесек болмас. Сондықтан иман мен амалды әрдайым ұштастыру әрбір мұсылманның басты міндеті екенін естен шығармаған жөн.